Біздің жаңа деп сөйлесеміз, қонақ үй деп сөйлесе тұрған ек. Шушы үстелде әткенің газет журналлары бола тұрған ек. Менің қатырымда журналларының есімі қатырда қалмаған. Мына Қызылтаң газетінің бірінші мәртебе оқығаным қатырда. Ол уақытта ол жаңа ол деп ертілейді. Шушы жаңа ол газетін оқу үшін мен мәктепте оқуға түскенше 6-7 yaşta уақытта ғарап қаріпілен жазылған әйбірлерін оқи тұрған ем. Мұнда менің қатырда Қази Тақташының Нәни Розбойник, Мақамай шығырлары, шыннан соң Ғабдолла Тоқайның Парат, шынан біздің районда яшеген Соқыр Фаррахның шығырларын, Паша Мүттес Құрысы, Писте алған Құрысы деген шығырлары бар. Шыннан соң сол шығырларыны оқыған қатырымда. Шыннан соң мені Иней Қаршық, Инекей дейміз біз, Иней Қаршық үйінде электен қыздарын оқытқан. Ол оқытырға сәлеті бар, аузыларына да бәлекей уақытта ол оқытқан. Мені де оқырға құшты. Мен бір жыл ішінде әлпи ол уақытта әліп бар деп ертілі. Бір қышта мен әлпині оқып шықтым, бітіріп. Әлпині әлекі тәртіп бойынша бір жыл оқығандар. Шонан соң мен әлпині оқып өттім да, Иней Қаршық мені Әфтиек сұрасын оқырға құшты, Әфтиек сұрасын оқи башлаған. Бұл жылын Әфтиек сұрасын да оқып өттім. Менен 5-6 yaşқа оларға аузылар Құран оқилары. Шонан соң мене де Құран оқырға құшты қазір. Шонан соң Құран оқи башладым. Құранның бірлесе бетін оқығаш. Бізге келді әткенің бір туған інісі Ибрахим Молла. Ол біздің жақта ең ғалим, ең зор оқыған кішілердің бірсіді. Ол Бұхарада оқып қайтқан. Шонан соң әткей менің оқығанды көрсетір үшін Моллаузыға ана менің Мұхаммед Рашад ұлымның оқығанын тыңап қарады деп Моллаузыға көрсетті. Шонан Құранын алды да Моллаузы мене оқыра құшты. Мындан оқалым ашы тыныш белгісінен. Шонан оқығаш әлі мені шекленді, жаттаған ғына деп. Екінші жерден құшты, екінші жерден оқып көрсеткен ең. Шонан соң мене 20 тиын күміш хайыр берді, ақша берді. Күміш ақша. Ол вақытта 20 тиын күміш деген сөз бар еді. Металдан жасалған ақша да бар. Күміш шын күміштен де. Шошында 20 тиын күмішті берді де, мене әнке шоша 20 тиын күмішке магазиннен алып айтып, сисса алып айтып, мене көмек тіптілер. Но бұл сиссаны бірінші мәртебе алып айтқаш, бұл сиссада қызыл сурет бар. Сол қызыл сурет болғаш, әнкей мені ұшатмады. Қызыл қуан білгісі ол. Зәңгерме екінші түсті рәсімлі суретлі сисса алып айтығыз деп, сиссаны келей берді де, шынан зәңгер рәсімлі көмек алып қайтып, мен көмек деттілер. Мына сол қатырымда. Шынан соң, қазір менің бек оқушы келе, жаңа үйіне әткенің үстеліндегі китаплар, журналлар, газетлер тұрған үстелдегі китаплар шығып оқушы келе. Ишетме деклеп қоялар, мені кіртпелер. Шынан соң, мен бір уақыт, ешек ашық тұрған уақытта кіріп, тағы газеттерін оқып шығып, ана шынан соң тігілерге білдірмейгіне, ашыл тақташтың шығырларын, Мақамайны, Нәни Розбойникны, Паратны, шынан соң Соқыр Фаррахның шығырларын оқыдым. Менен бек оқытушы боласым келе башлады. Мектепке бірінші жылда бізде алмадылар мені. Менің әткейдің репрессияға ілекті. Мені репрессированы кішінің баласын оқытпаймыз деп, мені алмадылар. Екінші жылдың соңғына, октябрь айындылары болғандар енді. Соңғына көрші малайларға еріп мектепке бардым. Ең ортағына кіріп отырдым. Оқытушыдан қорқып, мен айтам қуып шығармасайлар деп. Шынан соң оқытушы Мағфура апа болып шықтым. Яшкана бек шебер, бек
Ақыллы биге кіреңгені бек мотор жырлай тұрған оқытушы еді ол. Шындан соң Мағфур апа менің понендей ортта кім отыра оларында. Шындан соң бір малайлар бар, әлейше бала қол көтерді. Әйтерге, шынан бір бала басып әйткенде біздің ұрамнан, Салих бабайынан малай ол. Шындан соң оқытушы апаменен қырға келіп, башымнан тұтты да, бек ұзақ тұрды. Бұның жылы қоллары, жұмшақ қана жылы қоллары, башы білен неме башыма сипап, шындан соң біраз тұрғаш айттыңды. Мұнан кері әр күн оқырға кел, нешелі класс журналына қазір жазып қоям дейді. Шолай айттырып мен бірінші класста 11 күн оқығаным, екінші классқа көшірділер мені. Шындан соң екінші, үшінші, төртінші классқа кіріп, оларны шол бишілер сыңғыларына бітіп оқыдым деймін. Шындан соң 5-ші класста оқыған уақытта мектеп директоры менен 110 мың теңге ақша сұрады. Оқысың келсе, құлақ малайсың, 110 теңге ақша бересің. Мектепке ұлтын кесеп, бір Әнвар есімді ауызы білен 55 теңгесін төледік, қалғаны ұтын нары бітті мектептің. Шындан соң мені мектептен шығардылар. 5-ші класста оқыған уақытта 25 күн оқыдым да, мен мектептен кеттім. Үйде, шындан соң Уфада бір туған апаларға барып, аларда ятып, ол жыл өтті. Шындан 36-шы жылны конституция, яңа конституция шығады еш, мен қойттым да 6-шы кірімді отырдым. Мені не кірдегі ең кіші де жоқ, шырған кіші де жоқ, шол 4-ші біткен кейге. Шол айттырып, жиреншені бітіп, Кушаренкаға барып, бітушеліші бітіп, оқыта башлады бірінде. Шунан соң шайтерге керек, өйтесім келе. Кушаренкада, бітушелішіде бірінші жеріктен бері көшмеді, потому çünkü benim фундаментальный мектепте білім алып болмағаш. Шунан соң бір неге кіріп, директорға кіріп, ол уақытта шындай тәртіп бары, кандидат етіп алылар. Кандидаты. Шында кіріп, үлгешіп кеттім, әйбет оқи баштадым, 2-ші курста ударник, 3-ші курста вақытта председатель парабкома болып, председатель парабком уақытта 3-4 түрлі маған қабарып бітушелішілерді, мектеплерде болмаған нәрсені ойлап шығарып, ойлап мектеп директоры Мұрат Хайрус Сафиулин бек шап оқытушы бар еді. Ол мене ризалық берді. 11 патефон сатып алдырдым совхоздан. Bütün kızlarını 3-ші класс курсты біткенше мандалины сатып алдым. 3-ші курсты біткенше bütün оқушылар, қызлар мандалины öğrendi. Оларға 5-6 кей бердім. Мына шоларды öğrenmesiz. Шундан соң қазір малайлар тансаға жүрмейлер. Мен танса иштауында мен жауаплы. Шундан соң малайларына жәлі бітер үшін, танса öğretir үшін қызларға бір кеттім. Маған қызлар да беге риза болды. Малайлар да беге риза болды. Ол тансаларының факультор, таңғы, каркабиек, жыл тансаларына айттым, малайлар тансаға öğrendi. Шол айттырып, мектеп қызларға, Петушевичінің интернат, Петушевичінің столовайында бізде сирек пішіріле тұрған әйбірлеріне, әр әйбірлері пішіргеде өретуіне ұстардым. Ең бірінші тұтырған тоқ пішіре білмейлер. Мына қазірде білмегендер бар әлі ол. Шындан соң тұтырған тоқ пішіреге өреттім. Шындан Азия бәліші дейлер, жүзімні дүгі бәліші. Шындан соң балық пішіруіне біздің татар халқы әлі бүгінде нықлап білген кіші жоқ. Нешік балықны пішіруге. Шындай мероприятияларын өткерге. Шындан соң bütün оқушыларының, выпускникларының, 90 выпускник, шушыларының әр бірсіне 4 военно-спортивный значокларға нормалар өтетіп, бүтінісіне де значокқа норма сдавайтуына еріштім.
Шунан соң мені жіберділер мектепке. Сразу мектепте Булгавыр районы Ағарды мектебінде неге біздің педучилище біткендер начальник класс оқытырға тиішлер. Мені жіберділер семилетний школға, жиделік мектепке. Шунан армияда мына кино бик көп, ақыл кішілерінің ақыллары, кішілерінің башлары бик қатмарлы әйберлеріне ойларға сәлетлі бит. Мына мәселен фотоға түшіру, киноға түшіру, тоже қатмарлы әйбер. Ана қояндар ойлап шығарғандар бит. Фото, кино, ол шын дұрыслықны бүтінней точно ішлемесе де, тарихи документ болып қала. Мында шул заманның тарихи документі бұл. Мындан да күшті документ жоқ. Бұл жазу ғана, сөйлеу ғана түгіл. Но шулай болса да, шын дұрыслықны бүтінней детайлары білен оны түшіріп өтелмейлер. Мәселен, мына 3-4 күнәлі Брис Крепосі тұрында кино болды. Мен Брис Крепосында қызмет етіп, бірінші соғысынан, бірінші минутында менің іске түшкен бомба, біздің іске түсті бомба. Шушыны көрген кішіге мында киноны қору менің үшін нендейдір жетесіздіктері келіп шықты. Мәселен, мен 2 күн жаламай-ақ жүрдім. Ояққа керге жоқ. Шунан соң, анда көпмі кіші 2 миллион біләңгіне жүрділер. Балалар көтерілген, ояқлары жүрген, қоллары жүрген, жауап жатқан, қышқырып жатқан кішілерді. Мұнда нақлап түшір алмадылар. Бірінші минутында ол Брис Крепосін ұталды. Жер астында подземный нефтехранилище болған. Шунан соң бұл шортлап крепость как будто ут ішінде. Қойшаяққа қарасаң да ауада да ут, қабырғада да ут, переяқта да ут. Мен шушында иптәшлерді үйістіріп жүрейін. Немістер соғыс башлады деп қышқырып, тревога, басығыз, тұрығыз. Бірінші минутында біздің ротадан 96 кішіден жартысы да қалмады. Алар стена отақлар астында тұрып қалдылар. Мына шушындай әйберлеріне көрсету киноның ол бек. Ең бірінші Брис Крепосындағы геройларының тарихқа кіру бек зор нәрсе, олардың батырлығы бек зор нәрсе. Оны киноға түшіру, енді бірнеше мәртебе киноға түшірілген. Брис Вагне деген киноға защита Брестской крепости деген, әмесі просто Брестской крепость герой берулері бұнсыда. Мен шуай тұрып, фәннің, кішілердің атомның нөрлерін, башқа шушындай киносында, татасында ойлап шығаруларға бек қуанам, бек керекті нәрселер біздің тұрмышымыздың өзімізге ғана түгіл, бізден соң келген буынларға бұлар шын документлар болып қалалар. Семьям бек жақсы болды, менің бек жаратқан қыздың сарай қалды, мен қорып қаладым, бүтін жерін қорып алдым қыздың. Тап-тазаны, шилер, мандалины ойнай, бек мотор желуай, бек мотор тансын айтты, бек әйбәдейтіп, тәмінейтіп ошарға пішірі. Шулай тұрып, ол ғаның білән біз ғұмыр еттік. 6 бала тұлдырды, крепостан қалдық. Қазір крепост неден ұтырауда қолған болса, бұл крепостның бір военный часть білән де, бірінде де ішпез жоқ. Шунан соң крепостағы қалысы білән, тұрмыш білән, шәһәр білән, военный часть білән ішпез орналастыру үшін бірнеше группа солдатлар жіберген болғандар, ләкин олар бірсіге үйленіп қойта алмаған. Çünkü крепост немістер тарапынан ұратып алынған. Крепостың ішінде де немістер бар. Тышта да ұратып алынған. Шунан соң Шираттағы группаға ішпез орналастыру үшін бізде бір офицер, 2 красноармейцы шығардылар. Шунан соң біз түнне кеттік. Мега киімдер әзірледілер, өзімнің размердағы и так далее. Шунан соң жолда ең бірінші менің иптәш өлді. Неміс үстерліклар білен, үстерліклар атып, бір иптәш өлді. Андан соң соңғы переграданы шығарған уақытта
офицер өлді. Мен бір өзім тұрып қалдым. Шынан бір өзім тұрып қалып, түрлі ауырлық жоллар білен, қатпарлы жоллар білен, шегенген біздің солдатлар білен, граждан мындай яшеген совет кішілері, шегенелер, шолар білен шегеніп, өзіміздің шашқа келіп, өзіміздің шаш түгіл. Сонан соң өзімнің генералы келіп таптым. Лазаренко генералы келіп тауып, бір скрипкасындағы халлерімді сөйлеп, сонан соң Лазаренко мені өзі бір ертірге болды. Ләкин бомба келіп, самолетлар келіп бомба ташлап, біздің бір 60-70 кішек бомба ташлап, сонан соң ишан қалғандарын тағын самолеттен үстерілуқлар, пулеметтен аталар. Анда бегез кіші қалдық. Лазаренкодан мен ойырылдым. Лазаренконы яңадан сұрышты алмадым. Сондан соң тағы ишан қалғандар білен шегеніп, өзіміздің шашқа, регулярный шашқа келіп, қушылып, мында қызмет ете башладым. Шушында қызмет еткен уақытта, штабта мен связист болғаш, штабта қызмет ете едім. Мені начальник штабы шығарып жіберді, атыстып, шегенерге әзірленеміз. Үйшқан рәуіште шегенерге келеді. Сонан соң окопларда ранен кішілер қалмағанма тиіп мені шығарып жіберді. Мен барып, шында окопларды қорап жүрген уақытта бір самолет келіп те шықты. Сонан соң мені нәрселер ташлады да, мен жығылдым, без память қолғанмын. Мен только жығылғанны білем, өзі біздің яқа қарап жығылғанны білем. Россияғына. Сонан соң бір қозақ офицері, түстеде қозақ сөйлесуде мені ұнадым. Келіп мені оятып, сонан соң яланып, ол кіші жүгіріп кетті де, носилка білен келіп, екінші солдат білен менің үстегі темірлеріне, раныдағы темірлеріне шықып алып ташлап, носилканы алып кетіп, мені тылға жіберділер. Сонан Курскийда бірінші мәртебе, андан соң да дальше кеттім неге Томскийге, госпитальге. Солай тұрып мен 42-ші жылдың озағында соғыстан қайттым. Қайттым да 3 күннен, 4 күннен мен оқыта башладым. 12 уақыт өткеш, бір скрипкасында қатнашқан үшін Смирнов келген мәнеге, бір скрипкасы білен 10 жыл заниматься еткен жазушы Сергей Сергеевич Смирнов Уфаға келді мені ұлап. Шонан соң документлар оформитіп, 12 уақыт өткеш мұның үшін орден атеистің ғайымы білен бөлек еттілер. Ғұмыр бойына оқытушы болып шығыларға тұрып келді. Әміне еңеу күнін әл несек ішіттегіз? Еңеу байрамы несек ішіттегіз 45-ші жылда? Еңеу байрамын. Радиода ол уақытта радиолар жоқ. Кино енді бар. Радио жоқ, телефон жоқ, нықлап ішемей. Шындан соң ертен тұрып шықсақ, ояз бит мотор ұяқтылы күн, кештен жаңғыр жауғаны, ұрамлар дәмдешел. Шындан соң соғыс бітті. Солай тұрып біз ұрамға халықлар шығып, қуанып, кімдерінің үйлері турында хабарлары болған кішілер қуаныш, кімдерге пақалымлар керек, оларға қойғайын да әлбетте. Солай тұрып соғыс біткені біз қарсы алдық 45-ші жылдың май айында. Мен ол уақытта туған ауылда қайтып жүрейін, туған ауылда қайтып жүрейін. Туған ауылда қайтып жүрейін деген сол, мен ол уақытта әлі ауылда оқытушы едім. Шонан соң мені 45-ші жылдың 15-ші майында көрші Байбілді мектебіне директор дей бардылар. Шунан мына хуғыштан соң ел несек аяққа баса башланы, шул турылында әдірек хүйлеп кеттегеді әлі? Соғыштан соң, соғыс уақытында бек ауыр халге қалды бетінде халық.
Firmalar bitti, ezgine kaldıramıyorlar. Oşarga yok. Halkın kubisi kim dünyanın ikiye bir tuttu. Berengi, kiminin berengisi var. Kiminin sıyırı var. Bana susularının balaları isen oldular. Os kavruçeler de buldu. Şundan sonra soğuş bitti. Soğuş bitti bilen şol 45. yılını uca yazgı çeşuge seminalar verdiler. Yazgı çeşuge seminalar verdiler kalkuzlarga. Kalkuzlarını ayakka bastıra başladılar. Onda bütün nerse isepte, bütün nerse uçutta, bütün kişi işken mevlizava gitilden. Şuşula ittirip kalkuzunu ayakka bastırıp Dünyalar kura başlanık degen. min şuşunda gül agitator bulup, sekreter partinin organizasyon bulup, halkını işke jeli bütününe uyuşturdum. Mine aytып киттегез әле. Ошо һезнең һугыш вакытындагы Сталин бабайның ролен әйтеп киттегез әле. Әһәмиятен. Руководительләр. Stalin'in biz bilemiz Stalin'i. Biz bilemiz Stalin'i. Stalin'in bileyen ise onun tesiri, onun ismi. Stalin'in ismi özü bir jingeydi. Stalin'in ismini işittim, özü bir kuvvanışıydı. Bütün dersleri biz Stalin ismi bilen işledik. Şunun için o vakitteki Stalin vakitinde terbiyelenen kişiler de işe girilgen gazel işlevici, toşlu işlev, dürüst işlev, vakitinde işlev. Bana bu nerseler Stalin'in bilekleri bulup kaldılar. Stalin etti, bizge gerek Nemesler gibi toşlu işlerge, Amerika gibi şuraka ahvatını eş gerek. Şundan sonra Stalin'in sözlerinin birisi, aytırgan mümkün. Победа будет за нами. Мы, значит, победим деген sözleri biz hanım. Bütün kolxoznik yatlap girdiler onların. Yatlap girdiler. Şundan sonra aytırıp bula, Stalin'in Nemesler Stalin'in milli politikasından iyice. Разгромить, уничтожить всех немцев до единого, пробравшиеся в нашу страну как поработителей. Kim tolarga kirgen şolağına uçurga. Gitler kilgen ol kiter. Bizde tolaşlar kilgen alır kiterler. Nemes halka kola. Nemes halka ol yaşarga değiştirir Stalin. Когда просто менять миссию объекта, чтобы не связываться с местом. Ты кусок Stalin'in uluğu turunda oldan haber, şiiri turunda elden haber bulganın bir de hatırımda yok. No, Stalin oldu diye. Bütün halk orada söylediler. Orada cevap verdiler. Orada başlayıp cevap verdiler. Stalin siz ne işlermez, ne işlermezsiniz deyip. No, akırınıp bu kaygılar ödüp bitti mi, ondan sonra yama balası başkanı bitti. Шулай. Хәтерләү авыр, конечно. Әйдәгез хәр тарихның дәвамын һөйләйек. Хрущевлар заманы итте бит инде, я. Хрущев da bittiriş işledi. Onda var, Хрущев'nin o bittirişti. Ondan var, şunday partizanski karakter var yanında. Ulanmayınca, tecrübe işlemeyince, penge nigizlenmegen işler işte. Onun vakitleri bulup, onlar bizge ziyan getirmeler. Хрущев vakitinde тоже kuple işler işlendi, naktırı bitti o тоже. Mesela oğullarını agar aradıkları üstüran deyip, agar aradıklar deyip oğullarına hıyallanıp bittiler. 3-4 oğul bizge ziylamız indi, şehir bulaymış bunda. Şundan sonra kukuruz bilen bekini kukalıkının başını butadı. Kukuruz bilen. Kukuruzda üstokla oturtup yürüdük bit. Halk bilmeyi. Üstokla oturtabız. Üstokla oturtabız kukuruzda.
Шунан соң ол кукуруз белән берничә ел кыйландыларыннан ташланды. Ondan соң ол кормага гына калды. Ну, ничек кенә булмасын, ил алга китүен туктамады. Ничек кенә булмасын. Ondan соң Брежнев килде бит инде. Чернигов килде. Ondan соң Һез шул заманнарда кем булып эшләнегез? Һез шул заманнарда кем булып эшләнегез? Минем вакытта мәктәп директоры. Мәктәп bütün халык мобилизовать итте колхозны якка баштыра. Даже искитмәле хәл мәктәпләрдә фирмалар иштара башлады. Нәрсә фирма? Мәктәптә, значит, без 1000 күкәй җыеп, родительләрдән тавык йомыркасы җыеп. Шуннан соң 300 үрдәк 600 тавык йомыркасы биреп, инкубаторда 300 үрдәк чыгышы чыгардык. Шуннан соң шуны үстердек. 270 баш үрдәкне хөкүмәткә, колхозга итсалар өчен без мәктәп сабай китте. Колхозга металлым җыеп, колхозга сыерларның, колхозникларның сыерлары белән басуларны таратыр өчен тырма җитмәй, металл юк. Шуннан соң металлым җыеп, шушы металлардан колхозның слесарьлары, кузнецлары 16 тырма ясап, колхозга сдавать иттек. Колхозга сдавать, 16 тырма ясап. Шуннан соң 48 елны районга беренче мәртәбә 1,5 тонна машина килде. Шушы машиналарны колхозда койса, колхозның акчасы бар. Шушыңа колхозга бирәләр. 4-5 машина килгән, рәсәрәткән машина инде. Шуннан соң хәзер райком секретары килгән безгә. Райком секретары килде дә минем белән сөйләште. Мана шундый хәл. Синдән без бер киңәш итәбез дигән булып мине. Шуннан соң акча кирәк колхозга. Мин укытучыларның белән сөйләшеп, җыеп укытучыларның зарплатасын, бер айлык зарплатасын биреп, колхозга 48 елны машина алып бирдек. Укытучыларны хәзер, яшь укытучыларның хозяйство юк, шарга юк, каян табып бирергә? Нидә шәһәрдә яшәйде 2 двоюродной брат. Шушыннан акча алып кайтып, вакытлыча укытучыларга биреп торам. Шуннан соң колхозның завхозы атна сайын дуңгыз балаларын базарга итеп сатада, бер укытучылар расчет ясай. Икенче атнаны итеп сатада, тагы икенче укытучылар ясай. Шулай итеп укытучылар белән расчет ясап иттек. Укытучылар арасында моңа бернинди ыңгырашу, бернинди ризасызлык булмады. Укытучыларга каян мөмкинчелек бар, үзем алып ярдәм бит тордым. Шулай. Менә шундый хәл булды. Машина алып бирү, тырма ясату, үрдәк бәбкәләр үстереп бирү колхозга. Менә шушылар колхозны, менә бүтән җирдә дә дип әйтергә кирәк. Мондый ук дәрәҗәдә булмаса да колхозларга ярдәм итү булды. Менә белем бирү фронтында ничек эшләр барды? Белем бирүгә бик серьезно каралды вакытта. Бер хата артык булса, менә 44-нче елда аттестат зрелость кертелә. Сталинның инициативасы белән. Аттестат зрелостьның условиесеннән да, значит, 4-5 хатага эшлек куела иде. Берәү артык икән. Икеле куела. Моны син бер төрле үзгәртәлмәйсең. Шушыннан көзгә сорауга калдырып, яки икенче елга калдырып. Ben мәктәпне, балаларны белмәй, программный материалны аңламайынча мәктәптән балаларыбыз кайтармай идек. Коридорда алып калып, дополнительный заниматься итеп, шуннан гына кайтара идек. Экзаменнарга әзерләнү ул бик серьезно булды. Секретарь райкомнары үзләре экзаменга йөрделәр. Безнең мәктәпкә мәсәлән секретарь райкома, председатель совета Зафрана 3 кап басып, бардага басып. Экзамен вакытында килделәр дә, хәзер экзаменнан материалларны алып кына чыктык да, хәзер алып чыгып, рус теле укытучысы, анда 2 рус теле укытучысы, аларга төзәтеп, дәфтәрләрне караганнары, буларны дөрес проверить иткәннәрме? Хәзер ишәрәк булдылар да, контролчыга проверить итә башладылар. Шуннан соң рус теле укыткан укытучы 2 хата ибәргән. Жетмәгән 2 хатаны. Зафранага первый секретарь Әнвәр Габбасов әйтте.
Bu okutuşunu ikinci yılga mektepte almayısın. Вот Bitti. İyi okutuşu ne ona bu okutuşunu almadılar. Вот сак болгон. Шулай айтты, значит, грамотный, первый секретарь грамотный, председатель совета неграмотный. Ол енді былай қорайда жетуін түсетмей бұларға бере. Өзі қарап шығады. Мына шулай тұрып қарап, письменный ішлеріне іштеділер. Шу қатырды. Экзаменға келмей қалу жоқ. Бір күні Фазлаева Фарида деген қыз экзаменға келмеген. Баш. Оқытушы бара. Міне бүгін оқшамаған. Шындан соң мектепте менің базда мектептің біріншісі бар. Неге уборщицаға 4 килограмм бірінгі алып бердім де, түгіл бірінгіні пішіртіп, ошатып, оқытушыларыны қойтармай тұрып, шушы қыздан экзамен алдық. Вот. Менә хәзер шул вакытларда бит инде пионерлар булган, октябрятлар, комсомоллар ролен һөйләгез әле. Ай. Ну, ул вакытта һәр берсен октябрят ишемгә кушылу пионерлар тантана белән, родительский собраниеларда танталарны рәвештә кушабыз. Пионер отрядларына, анда геройлар исемен кушабыз. Мәсәлән, бездә Смирнов исемендәге, Муса Җәлил исемендәге, соңыннан пионер безнең дружина Муса Җәлил исемен йөртте, Смирнов исемен йөртте башта. Алар активны, алар ой сайын сборлары булаларның. Сборга директор школы һәр бер сборга класс җитәкчесе яза. Фәлән ойны шундай темага сбор, фәлән ойны фәлән темага. Шуны директор проверяет, подписать кашкара класс җитәкчесенә. Шуннан өстен җитешсезлек бар. Менә правовой воспитаниега тема юк. Я булмаса антирелигиозный воспитаниега тема юк. Шуннан соң работа с родителями юк. Нинди темалар булмаса, директор школы замечание ясай. А biz төннәр буена мен укытучыларның воспитательный планнарын карап гомердә иде. Шулай итеп, һезнең укытучы эшегез ничәнче елларга хәтлем дәвам ителде? 40 ел бер мәктәптә директор булып эшләдем. Бу директор булып эшләгән дәврдә Башкортстан укытучыларын бүтән съездына делегат булдым. 7 съезд булды. Мен уже пенсияга чыккач 8-нче съездга приглашение белән бардым. Мәскәүдә, Кремльдә Россия укытучыларын беренче съездына делегат булдым. Башкортстанда 4 съездда катнашкан директорлар укытучылар бар. Ну, 7 съездда булган бер укытучы да юк миннән башка. И шушы вакытта нидән ел сайын наградалар бирәләр. Ел сайын ул вакытта хәзерге күк не год учителя дигән әйбер юк. Год учителя дигән әйбер юк. Результат. Соңгы 10 елны алабыз. Шушы 10 ел эчендә ничә бала укыткан? Ничәсе 4-5-тә укыган? Ничәсе институтка кергән? Институтка кереп, бу вакытта олар не критерий. Мәктәптән институтка керәме, юкмы? Ул вакытта Башкортстанда 7% выпускникны ала иде институтлар. 7%. Калганнары значит керәлмәй. Мен безнең мәктәптә 15%-тан 1 елда калмады. 1 елда 25% керделәр. Мәктәпкә, югары уку йортларына. Менә шулар арасында минем үземнең балалар да инде. Минем 6 бала. Шуннан 4 доктор наук. Берсе Башкортстанда 5 кенә кеше алар. Член корреспондент Академии наук России берсе. Икенчесе член корреспондент Башкорт Академиясының член корреспонденты. Берсе лауреат государственной премии. 4 фән докторы, 5-нчесе кандидат наук, 6-нчесе директор лицея. Менә 31 ел эшләй хәзер. Ул отличник просвещения, заслуженный учитель Башкирии и почетный работник общего образования России. Менә шунда бит инде гаиләнең дә роле зур булгандыр бит инде, я бабай. Гаиләнегезнең, хәләлифетегезнең, гаиләгезнең ролен һөйләп үтегез. Хатын турнамай. Семья, гаилә. Ну, семья белән без бик әйбәт яшәдек инде, ул бик тырыш булды.
бек тырыш болды. Ол 7 класс образование белән иде мине алганда. Ең беренче аны педучилище беттем заочно. Аннан үзем учительский институтны заочно биттем. Аннан педагогический институтны биттем заочно. Шундан соң балаларны тәрбияләргә, балаларны киендерергә, балаларны ул вакытта формада йөрү, ак якаларга куеп. 1-2 көн сайын якаларны юып ябыштыра идек. Ябыштыра идек балаларга. Алар кайталар, куялар, утыргычның артына һәр берсенең үзенең утыргычы бар, үзенең куя торганы бар, үзенең заниматься торган ише бар. Алар мәктәптә әгәр дә минем параллель класслар, минем малайлар кайсы класска эләксә, укытучы, дигәндә зауыш була бит инде балаларны. Укытучы, учительская кычкырып, ура! Исмагил бойны малай эләкте ди. Шулай дип килеп керә торган иде. Балалар мәктәптә минем айларны әйтүмен, мәсәлән, менә Моторостроительный заводның зам директоры, безнең заслуженный работник, безнең мәктәпнең укучысы булды. Безнең мәктәпнең укучысы Мәскәүдә Фрунзе академиясында укытты. Безнең мәктәптә әйттем инде 4 укытучы доктор миннән соң мәктәптән соң китеп үсеп тегеләрне үстерде, мин үсәргә ход бирдем, ярдәм иттем. 4 фән докторы булды. Менә шулардан известный Роберт Баимов. Уфалла. Баимов. Роберт Баимов. Известный он менен укытучы. Шундан соң Әмиров, Рейф, профессор. Шундан соң Истартанах, нефтяный институтының директоры Хазиев. Шундан соң профессор, совхоздың профессоры менен укучы. 4 укытучы, фән докторы булды. Шундан соң 4 кандидат наук булды. Мына шулай укытучыларга да. Мәктәптә, безнең мәктәптә, скамейкасында безнең мәктәптә алган 8 доктор, бер Россия фәннәренеке, бер Башкортстан фәннәренең корреспондентлары. 30-дан артык кеше заслуженный дигән исем алган. Орденнар, медальләр, заслуженный России, заслуженный Башкирия. Төрле тармакта строительләр, авыл хуҗалыгы работниклары һәм башкалар. Менә авылларда, калаларда укытучыларның рольләрен әйтеп биттегез әле. Әһәмиятен. Укытучы халык өчен нәмә кәйү? Укытучыдан да кадерле кеше юк ул вакытта, бигрәк тә сугышка кадәр. Укытучы дигән сүз үзе бер зур дәрәҗә. Бәзі укытучыларга мәктәпкә колхозның конныйда урында ат беркетелгән. Бу школага бу атка коньяк бүтән кешегә бирмәй, мәктәпкә керә, мәктәп килеп, директор килеп җиттеләр аны. Шуннан соң аларга утын бирү, вакытында зарплата бирү, вакытында теканнар бирү, костюмнар бирү, ситсалар бирү, бик кадерле бит инде укытучыларга. Шуннан соң укытучылар, значит, катнашмаган бер генә шәдәй. Колхозда оештырды алар. Шуннан соң авылны порядкка китерүдә алар. Укытучыларның унар дистидоркага беркетелгән. Даже без карап йөрибез, кемнең мөргәсе агартылмаган. Кемнең капкасы, бавы, тегендәй бавына бәйләп куйган. Теге Юкәгән. Капрон уйык белән генә бәйләгәннәр. Шуннан кемнең мунчасы юк. Укытучыларны мин кертәм, кемнең иңеле үтен барып карыйм. Мунчасы бармы? Йортында тәртип бармы? Семьяда тәртип бармы? Постельләре бармы? Шул вакытта гына бу йортка мен укытучыны квартирага кертәм. 11 квартир. Районда 16 квартир булды укытучыларга. Шуның 11 безнең мәктәптә булды. 11. Россияда беренче урын алдык без пчеловодство буенча. Мен республика урманда пасека оештырдым. 2 катлы йорт салдырдым. 2 катлы йорт салдырдым. Шунда ясалма күл, шушыны балык җибәрдек. Мәктәпнең 70 баш ортасы бар. Республикада без беренче мәртәбә музей боевой уставы оештырдык.
Бірінші мәрте производственный бригада істедік. Бірінші мәрте опытнический хозяйствода ұштардық. Бір жылына 12 центнер қорағатқана саттығым. Бір жылына 10 центнер бал, 20 фляга бал. Gider. Зор эшләнелгән шулай. Мәктәп кірді. Мәктәп 23 мәртебе Мәскәүдә БТМХда участник болды. Шуннан соң 4 мәктәпкә мемориал тақта қойдылар. Белорусский 17-й, Верхнетатышинский, 11-й Уфимский и біздің мәктәпкә мемориал тақта қойылды. Біздің мәктәп менің БТМХның почетный кресіне кірді. Шулай. Менә хәзерге заманнар җитте битендә. Хәзерге заман күренешләренә ничек карайсыз? Хәзер бит теге модный хуй оптимизация дигән балалар ханы кәми дигән балалар. Мәктәпләрдән яба башланлар авылларда. Бұлар мен одобрять етмеймін. Бұл слабыйға ответственностьны жоғалтуға кетірі, оқытушылардың авторын düşіруге кетірі. Бұл, mesela мен 100 мың ақша бере оқытуша. Мұнада бірге оқытқан оқытушы, мұны сұрай 100 мың бермесе, бұл өте оқытуша міне. Мұна мен сен әдірсіне мен жұрам, сен бәрін бірге оқытып берейім. Мен де оқыту қисы бола Берге керек 5 жыл, 10 жыл дәрежені итуын көрсетіп. Нешені баяда айттым шекелі. Нешек аның баласы оқыған, қоя кірген, көпмесі тұқа кірген, көпмесі жауапты іштешлей. Мына критерий. Қазір, бір пример, сөйлеп өтеректі. Мына мәселен шағырлар нарушение ясайлар. Бірей мәртеме, бірей милицияның бар ма? Қойда оқыған бұл. Жоқ бейт. Мен болсам, нарушение, право нарушение еткенсің екен. Қойда оқыдың сен. Сәге оқыған мәктәптеріне шоферлар әзірлеген кішілерге бұларға тешнеге де влияние. Ненде де влияние бұларға тешнеге. Жоқ оларға бір ненде влияние. Наоборот, потому что сотып алынғандар. Менә битендә күрешкен балалар. Күн сайын какой-то металл жетіштіргенмін, яуштақ жетіштіргенмін. Фәлен қадар аварий болғанда, фәлен қадар аварий болған. Какой-то отчет. Как будто ешіштірей. Мен әлі мәсулеті шыстағым. Менә битендә илнең зур тарихын күреп үскән кеше битендә. Конечно, СССРның Холодная война деген темаһы булды бит менә. Холодная войнада СССР проиграл диләр. Ошо политический хорауларга нисек әйтернегез? Нема кегә проиграл? Холодная войнада. СССР битне таркалды менә хәзер. Юк, мин СССРның менин правительствоны менә соңгы вакыттагы менә бу ниләрне, конечно, одобрительный. Нинең хатасы дип әйтәлмәйм. Хатасы илнең. Хатасы Путин. Мына Қырымны бір законный, Қырым біздекі, Донбасс біздекі, законный Россияныкі. И так далее. Мына бұлар, мындай мероприятия, слабый тәртіп. Офицер көрек, мынау қойық соңына сонып пішкен. Тәртіп жоқ па? Рязанский баба, қойық соңына офицер, жоқасы шыққан. Бізде мында әгер де офицер ғана түгел, солдат маған, Ақ жақасы яқылмаған болдыса, ал бүшкен ұпақты. Гавбақты, Бітті. Шересіп тұрмайсың. Әгер де солдат кісесін ақылын тапмалай тұра екен, бүшкен бұқпақты. Кісесін ақылын таққан кіші түгір. Ол бездельник. Шулай. Тәріне. Тарихның мына нейіне кіріп кеткенде, ил тарихына СССР тарқалды, шул СССР тарқалауына не қараш һеҙҙең бар? Не уйларығыҙ? Бұл сіз ненің КГБ-ның партияның недостаточный, Ельцин кебек. Ельциннің бит атасын Қазанда судейттелер. Ельциннің атасын. Ельциннің атасы қызықлы. Ельциннің атасын как враг народа. Ельциннің атасы Қазанда судейттелер. Естественно, Алпара Исмаилов деген бір кіші.
Ельцин белән бергә укыган бер кеше бар бездә. Свердловскийда. Ельциндан да хулиган, алар бергә укыганнар бер ГПТУда. Ельциндан да хулиган малай юк иде. Hiç kişini talay, kişinin alabilse. Hani köyüyle bir ornak yok bitti namanda. Kişinin orak sıra kolun takıp basken de İskender'sine kolun şeyine gönderdiler. Шулай инде. Җитәр инде. Менә ошондай тәртипсезлекләр әлеге демократия дигән буллар бит инде. Шул сәбәпләр нимәгә килеп сыккан икән дип уйлайсыз? Bu Amerika'nın planı. Вот. Amerika'nın planı. Dallis planı bu, Dallis. Bunlar işlenilgen 45. 46. 47. yılların. Rusya'yı kuran bilen jengip bulmay. Rusya'nın jengerge kere ikinci yollar. Barda planıyorum bunlar. Ярар, абзый. Менә хәзер 90 яшьләрне узып китеп барабыз. Яшәүнең тәме нимәгә дип уйлайсыз менә? Яшәү гомернең дәрте, дәрмәне, смысл, мәгънәһе. Ömrünün bu en главный soğuş olmasın. Soğuş olmasın. Cimrilgen de hazır akirinep. Halkın turmuş bütününe nasar tugul. Halkın turmuşu nasar tugul. Halk için kendisi hükümet dik kuruşlayı. Pensiyen vaktinde biri kvartirler meselesine koyurta. Yollar tüzütü, şehirler tüzütü. Bizim başka yeri bitmiyor. Kvartirler tüzütü boyunca. Abiye bittiler bit kadar. Kvartir satıla. Bak bu bittilik ne tugul. Ali 1.400.000 bir bölmeli kvartirler. Hazır çürüler 1.300.000'e. Квартирлар бит хатлы гына бит, таратылмай халыкка. Халыкка сатылмаса да нема шишин инде. Таратылмай бит. Элек бит менә Хрущев заманында бирелгән укытучыларга. Элек таратылай да бит. Хәзер хатлы гына. Шулай инде. Вот шунда коммерция. Шуннан бабай менә электән нөк бит инде дин темаһы булган бит инде, дин, религия. Шуның рольләрендә һөйләп үтегез әле. Ой жігіттер, менің құрақларым көте бит нема шишин инде. Üstüne kansızdır indi. No, bana partiyanın şu partiyanın iki içsizliği var. İlk Komünistler Partisi'nin. Din bile bilinmez değil ama. Halk tutsun. Kalkızda işlesin. Bütün oğlum bütün dilavay kişilerin sürüngeyi vermiştiler. Dini kişilerini, dinen külüp. Okuşlarga su içerler, storuğa tüzüp su içerler. Eğer de su içine tırankın bulsa biz paşamız oraza tutmasırsa bir gürüzatı da kurmasın. Ben sayım da yürüyorum, ben tutamıyorlar. Ben oraza tutaydım belki tabi ne öyle. Din bekirtuğu bir gıybet. Eğer de din boyunca işleyen bulsa, kişilik dünyası din bilen yaşayan bulsa, milisiye de gerekmeyi, suciye de gerekmeyi, prokuror da gerekmeyi, bir şey gerekmeyi. Kişi oturmasan, uğurlamasan, kadınlardan izdivas etmesen, irlerini haberin bilsen, işini işlep yaşasan, yaşayıp tamak tüdürsen, neye gerek bunda prokuror? Neye gerek bunda milisiye? Келесі буындарга нинди әйтер хүлләрегез бар? Васиятлар. Kelesi bu işlerge en birinci özümüzden Rusya'na, özümüzün Başkırstan'na, isen sağ saklı için добросовестно işlerge gerek. İş, Trat создал самого человека, Markus sözü bu. Hizmet kişine kişiyde, hizmet arkasındağına biyip gene kişi olmay. Biyip tamak doyukmay, beyden mayda yok, itti yoğundan. Bizler birgene gerek, ayrım kişiler. No hizmet bilen, metal, ırlık, açlık, berenki, mal, bana şunu bildirip, halk eğer de şuraya yaşayan vakitte bizning kelajakda yangidan oyoqqa bosib ketadi. Men yoshlarga intellectual o'qirga kerak. O'qimayni, o'qimagan kishi elak bizning yozilib qo'yilgan gazetga uloqda qog'oz yo'q, gazetga. Nadanlar bilan sotsializm tuzib bo'lmaydi. Kirgan kim qo'ydi biz? Nadan xalq bilan sotsializm tuzib bo'lmaydi. Stalin tuzib bu. Шулай. Ярар һеҙгә зур бәхетлек картлык һеҙгә. Рәхмәт. Давайте 100 яшьләрне дә йомарлап куйыгыз инде, бабай.
жүзünü yaşarga yoluqtum endi, bek yoluqtum. İşsiz yotam. İşsiz, iş yok. Buna. 6 kitap yazdım ben. 6 kitap yazdım. Bana benim kitaplarım. İş yok hazır. Yerinden yazarga. Eğer de beni tanıp yazıp oturuşular olsa, bek kızıklay birler, bek tarihi birler söylerim. Nu, onu tanıp oturan kişi de yok. Kızıksınmay yaşlar hazır. Kızıksınmay. 3 yıl, 4. yıl kirgen iki okutuşu. Mine Putin'in pozdravlisi birge kirgenler. Kimler siz? Okutuşu, vitaminde okutuşu, söyleşip tekrar soru veririm. İlimitarlar beni bilmeyler. İnstitut bitken, bana şikarni kiyilgen iki kız. Şikarni kiyingenler. Nenin Başkırstan'ın halk şahirleri, halk yazıcıları kimler eltip sargan müstekerimle ettiler de şahit takışta ettiler bitti. İnstitut bitti. Şu şabalam okutuşu. Bundan ne bilim olarak gerek? Ne bilim olarak gerek? Bu neme terbiyeli? Ya rahmat sizga. Zo'r rahmat. Zo'r hikmatli intervyu bo'ldi bu. Eyleniz, eyle. Ufalla. Zeynullah İslam Hazretleri Molayı Abdurrahman Zeynullah İslam. Soğuş vakitinde müfti bolgan. Soğuş vakitinde halktan akşaş yiyip soğuş kaybırgan. Abdurrahman Resulü. Abdurrahman Resulü'm deyip yakşı veren bile anı hatırlamıyla bir tuğan apaydı. Evvel Zeynullah İslam diye, Zeynullah İslam. İşan degen söz oldan kuren, peygamberlik hissi. İşan. Koy. Reşat Sayliç, oyrat not dini kişi. Namaz tutar. Mescitke yürüyor. Begaymet, maladiş. Miyeke jigiti. Begaymet. Meke'de bir mektep beni ömür bina beni pazara bititti. Miyeke rayonundan. Ne diyelim, unuttum şimdi hazır. Evde oturuşunuz da var. O mektepte spesiyel albüm işleyenler benim tuttular. Yarın. Tek eyle oturalım. Babaya otursanız da Koydu. Ona koşup gittiniz. Ana telin, özümüzün ana telin bilirge kirek timağa söz bara. Söz bara. Bir ilk kişi, karşı koy. Ana telin bilirge kirek değil. Mesela ti soğuşta ti 3 kişiye bir güne mıltık bulgan ti. Başkası bilmese ti. Üçe güne otarı tekiler ti başkası bilgenler de ti. Bundan mıltık mı sonra bulganlar ti. Til bilen. Ha? Til bilen sana ümitleme. Bu mıltıklı kişiden sonra bulgan başkası bilgen bu. Başkası bilmesen mıltık soramaz iyi. Bulup çığa.